Қонайыққа қарай бұрылып, былай қарай кетеміз дегенде 4-5 гаишник тұр, таяқ ұстап алған, жібермейді, машиналардың бәрі тұр. Сөйтсе, бүгін бір президент келіпті. Сербиядан. Солар сол жерде тұрдық та қалды. Қонақ келгенде тұрамыз просто. Күтіп. Солар әлсіз жерімді айттым ғой, негізі мықты қыздардың бірімін, бірақ нем қойып берген туғисім тоқтап қалса мен бітті. Бензині таусылған машина соқты. Қайта қосамайды. Майра апай, мен ойлап жүрсем, что вы заманауи әйел деп. Ну, бір кішкентай недостаткім бар. Маленький. Сосын менің анау, мен мектептің жанында жүрмін ғой, жұмысымның жанында. Сосын анау қызым сабақ беріп отырған, ойбай, болды кел. Сөйтіп, туристі қосып ал. бір әулеттің анасы емессіз, сіз бүкіл жаңарқа деп ауыз толтырып айтатын бүкіл елдің анасысыз, брендсіз. Сізге қарап бой түзейді, қызығады, қызғанады, тамсанады, ұқсап бағады, ұқсағысы келеді, үйренеді, еліктейді. Сіз сондай артыңыздан өзіңіз мүмкін оны білмейтін шығарсыз, қаншама қыз келіншектерге үлгі болып жүрген, қалай әдемі өмір сүру керек, қалай әдемі мына өмірді сүю керек, жарқ-жұрқ етіп жүру керек. Осының барлығын өзіңіздің тіршілігіңізде, өзіңіздің мысалыңызда көрсетіп жүрген жандарсыз. Айтылып жатқан керемет әңгімелердің барлығы бір кейде бір болады ғой, бір сәл бояу қосып, балама қосып айтатын жандар. Бірақ бүгінгі әңгіменің барлығы шынымен бояусыз, баламасыз. Енді ана пайғамбар саллаллаху алейхи сирасын оқығанда, Хадиша анамыз, Фатима аналарымыздың өмірін оқыған кезде, маған осы заманның, осы ғасырдың Хадишасы, Фатимасы өзіңіз сияқты көрінеді. Өйткені, анау мен сіз сыртыңыздан, бетіңізге айта бермеймін ғой, бірақ мен сіздің сыртыңыздан
сіздің жақсы қасиеттеріңізді аңыз қылып айтамын. Сіздің мына затыңызды ұрлаған адамның өзіне, мысалы үшін мен айтамын да, біз болсақ, яки басқа біреу болса, зіл сақтап, басқа шара қолданатын еді. Ол кісі, ол қай бір жетіскеннен ұрлады дейсің. Жағдайын жасаңдар деген дүниенің өзі үлкен тақуалық негізі түсіне білген адамға. Сондықтан сіздей жанды танығаныма жалпы, сіздей алтын құрсақты жанның осылай